Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз сіздермен экономика негіздері пәні бойынша маркетинг туралы түсінік деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Сабақтың мақсаты білімділік, маркетинг туралы түсінік, маркетингтің дамуы туралы мағлұмат беру, жаңа сөздермен танысу және жаңа білім қалыптастыру. Тәрбиелік, нарықтық экономикаға бейімдеп тәрбиелеу, дамытушылық, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, іскерлік қабілетін дамыту. Сабақтан күтілетін нәтиже жаңа материалды түсіну, жағдайларды шешу, маркетинг туралы мәліметтерді біледі, сөйлейді, оқушылар өз деңгейлеріне байланысты тапсырмаларды орындап, маркетингтің функцияларын, маркетингті басқару жайлы әңгіме жаза алады, өзіндік көзқарасын білдіре біледі, өз бетімен іздене оқи алады. Бүгінгі сабақтың жоспары маркетинг мақсаттары, маркетингтің негізгі принциптері, маркетинг функциялары, сергіту сәті, сұранысқа байланысты маркетинг түрлері, инвестициялар, маркетингті басқару, қорытынды. Маркетинг адамдардың мұқтаждығы мен тұтынысын қанағаттандыруды мақсат етіп, алмастыру арқылы нарықта жұмыс атқару. Сонымен маркетинг мұқтаждық және тұтыныс қажеттерін алмастыру арқылы орындауға арналған адамзат әрекеттері деп айтамыз. Бұл мақсаттар сан арқылы көрсетіледі және нақты, уақыты шектеулі, икемді болып келеді. Әртүрлі жағдайларға қарай түзетуге келетін мақсаттар болуы мүмкін. Мақсаттар сатысында әрине алғашқы орын фирманың табиғи мақсаты болып саналатын, үнемі пайда түсіру және оны көп шамалау болып табылады. Көптеген американдық, батыс еуропалық, ресейлік және қазақстандық фирмалар пайданы өзінің қызметінің негізгі мақсаты ретінде қарастырады. Қазіргі жағдайдағы маркетингтің басты мақсаты адам факторы. Бизнес әлемінде табысты дамып келе жатқан компаниялардың басшылары оны жандандыру мәселесі, фирма мен маркетингтің мұратына жету керек. Маңыздылардың бірі деп санайды. Әртүрлі компаниялардың мақсаттары да бірдей бола бермейді. Әйтсе де олардың арасынан ең негізгісін саралап, сонымен бірге арадағы мақсат болып табылатын екінші деңгейдегі мақсаттардың бәрін бір тізімде біріктіруге болады. Кейіннен сыртқы ортаны маркетингтік талдау нәтижесінде және фирманың бәсекеге қабілетін, сондай-ақ қабілетті арттыру жолдарын анықтағанда бұл мақсаттар түзетілуі мүмкін. Маркетингтің мақсаттары келесі суреттерде көрсетілген. Әлеуметтік нарықтық экономика, жалпы маркетинг, денсаулық сақтау саласының маркетингі, коммерциялық маркетинг. Маркетингтің негізгі мақсаты барынша көп пайда алу, тауарлардың тұтынушыға жеткізілуін тездету, өндірістік коммерциялық қызметтің тиімділігін арттыру, нарықтың тауарларға сұранымын қанағаттандыру. Маркетинг мақсаттар тұтынушының сұранысын ең көп шамада қанағаттандыру, нарық үлесін ұлғайту, пайданы өсіру, саясатқа қатысты фирма мақсаттары, өнім жөніндегі мақсаттар, сапаны басқару жүйесін жасау, буып-түйу орау жақсарту, жаңа тауарларды әзірлеу, баға жөніндегі мақсаттар, бағаның төмендеуі, бағаның өсуі, икемді бағаларды қолдану, өткізу бойынша мақсаттар, сатуға тиімді жол іздеу, фирмалық дүкен ашу, делдалдар жүйесін кеңейту, коммуникация жөніндегі мақсат, тауар бойынша бренд құру, фирманың беделін арттыру, жарнама шығынын өсіру. Маркетинг деген не? Маркетинг бұл өндіріс пен тауардың басқарылу құрылымына негізделген нарықтық концепция. Экономикалық түсінікке сүйенсек, тұтынушы сұранысын қанағаттандырудан да табыс табуға болады. Маркетингтің төмендегідей құрылымдары түзілген. Тұтынушылар қажеттілігіне нарықтық зерттеу жүргізу. Тұтынушылар талабына сәйкес жаңа тауарлар мен қызметтерді іске асыру. Бәсекелестер іс-әрекетін барлай отырып нарықты зерттеу, болашаққа болжам жасау. Тауар түрлерін құрылымдау. 1926 жылы ең алғаш ақш-та ұлттық маркетинг қауымдастығы құрылған. Кейін мұндай ұйымдар Еуропа елдерінде, Австрияда, Жапонияда да ашылды. Әрине, Қазақстан нарығы да бірлестіктен қалыс қалмақ емес. Тек бізде бұл ұйым Қазақстандық кәсіпқой маркетологтар қауымдастығы деп аталады. Дегенмен, тәжірибеде маркетингтің, яғни тауар мен қызмет саудасын жүргізудің көптеген әдістері бар. Негізгілеріне тоқталсақ.
Конверсиондық маркетинг бұл қандай да бір тауар мен қызметтің өтімділігі азайған жағдайда, яғни сұранысы төмендеген кезде қолданылатын әдіс. Мұндайда мамандар тауарды қайтадан жаңалап шығару, бағаны төмендету және сатылым стратегиясын өзгерту сынды қадамдарға баруға мәжбүр. Дамушы маркетинг, нақты тапсырысқа негізделген өндіріс. Мұндай жағдайда мамандар қандай да бір тауарға нарықтағы сұраныстың артуын қадағалауы тиіс. Демаркетинг. Маркетингтің бұл түрі сұранысты уақытша немесе тұрақты азайтуға бағытталады. Әлеуметтік маркетинг. Бұл жекелеген тауарға немесе қызметтің өтімділігіне ерекше мән берілетін әдіс. Мақсаты компания имиджін көтеру. Сондықтан кәсіпорын түрлі әлеуметтік акциялар мен қайырымдылық шараларға қатысып жатады. Интернет-маркетинг. Бұл қандай да бір тауар мен қызметке сұранысты арттырудың инновациялық әдісі, әдетте технологияның соңғы жетістіктері мен мүмкіндіктері, яғни интернет кеңістік қолданылып жатады. Компания табысы ресми сайтқа кірушілер есебінен де еселенуі мүмкін. Маркетологтар мен маркетинг әдісіне жүгінушілердің мүддесі бір – табыс табу. Маркетингтің негізгі принциптері маркетингтің оның концепцияларынан қалыптасып, мыналардан тұрады. Біріншісі, фирманың нақты белгіленген коммерциялық түпкі әрекет нысанына бағытталған, ұзақ уақытқа арналған мақсатына сәйкес нарық үлесіне жету. Екінші, фирманың өз алдына қойған мақсаттарына жету жолдарын комплексті түрде айқындау. Үшіншісі, әрекеттенуге таңдап алынған нарықтың жағдайын және өз талабын барынша ұштастырып есепке алу. Сонымен қатар ол нарыққа нысаналы әсер ету. Төртінші, келешекті сезу және соған байланысты жаңа тұтыну қасиеттері мен тауарын өңдеу. Бесінші, фирманың сыртқы ортасының өзгерісіне өзіне ыңғайлы тез және тиімді реакция қамтамасыз ететін белсенділік, бастаушылық, іскерлік көрсету. Көптеген ғалымдар маркетинг қызметтерін талдаушы, өндірістік, өткізушілік және басқарушылық блоктарына жіктейді. Талдаушы қызметке нарықты және тауарды зерттеу, стратегиялық және оперативтік жоспарлау жатады. Ал өндіріске тауарды өндіруді ұйымдастыру және олардың сапасын жоғарылату, өткізушілікке өнімді жылжыту мен сату қызметі жатады. Маркетингтің функциялары. Маркетингті жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру мен бақылау сияқты кез келген басқарудың функциялары да жатады. Олар маркетингтің мынандай өзіндік ерекшелік функцияларымен нақтыланып отырады. Нарықты маркетинг тұрғыдан зерттеу, маркетингті жоспарлау, кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыру, тауарлық саясатын жүзеге асыру, баға саясатының қалыптасуы, кәсіпорынның сату саясаты, өнімнің жылжуы мен коммуникациясын ұйымдастыру, кәсіпорынның маркетингтік қызметін бақылау. Маркетингтік зерттеудің негізінде стратегиялық және оперативтік жоспарлар құрылады. Тауар саясаты тауардың ассортименттік тұжырымдамасын, олардың сапасын және бәсекеге қабілетін жоғарылатуды, өнімнің өмірлік циклын талдауды және ескі өнімдердің байланысын анықтауда тауар белгілерін иемдену стратегиясын айқындауды, ораманы жасау және сервизді орналастыруды басқаруды қамтиды. Баға саясаты баға жасаудың әртүрлі әдістерін қамтиды. Өткізу саясаты өткізу формалары мен арналарының тиімді жүйелерін ұйымдастыруды көздейді. Бұл көтерме және бөлшек сауда желісі арқылы өткізу, тасымалдау, тұтынушыларға өнімді жеткізуге жатады. Өнімдерді өткізу әрекетін бақылау, оны өткізер кезінде жүргізіледі және жүзеге асатын шараларды белгілі түзетулер енгізуге жағдай жасайды. Сөйтіп фирманың маркетингтік қызметінің жемісті болуына мүмкіндік береді. Сергіту сәті. Маркетинг балалар сіздерге мынандайларды ұсынады. Тауарды көтермелеп сатылуын, тауар айналымы және үлестіру жүйелерін, коммерциялық қызметті өндіруші тауарларының нарықтағы жылжуын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Маркетинг ұсынады, яғни өндіруші тауарының нарықтағы жылжуын. Келесі сұрақ. Маркетингтің негізгі қызметтеріне жатады. Тауарлар өндірісі, нарықты кешенді зерттеу, тауарлардың сапасын бақылау, қызметті лицензиялау. Сіздер қалай ойлайсыздар? Нарыққа кешенді зерттеу жатады. Маркетингті ұйымдастыру.
Жарнама және тауар өткізуді ұйымдастыру, өндірістік бөлімдерді ұйымдастыру, маркетинг концепциясын өңдеу, маркетинг қызметтерді басқаруға арналған құрылым. Маркетингілік қызметтерді басқаруға арналған құрылым жатады. Жеңістеріңіз құтты болсын. Сұранысқа байланысты маркетинг түрлері. Маркетинг түрлері, сұраныс түрлері, маркетингтің міндеті мен мақсаты. Конверсиялық маркетинг барлық немесе бірнеше нарықтың сегменттері тауарды қабылдамайды. Жағымсыз сұраныс тауарды жақсарту, бағаны төмендету, өткізу арналарын жақсарту, қоғамның пікірін өз мүддесіне сай өзгерту. Креативтік маркетинг, дамушы маркетинг, жасырын сұранысты әйгілеуге бағытталған маркетинг, жасырын сұраныс нарықтың сыйымдылығын бағалау, жасырын сұранысты қанағаттандыратын тауарды іздеп табу. Ремаркетинг, сұраныс төмендеген жағдайда қолданылатын маркетинг, төмендейтін сұраныс, жаңа нысаналы нарықты табу, оған сәйкес тауардың қасиеттерін өзгерту, коммуникацияны тиімді жүргізу. Синхромаркетинг, сұраныс өндіріс күшіне біршама асатын болса, немесе бұл тауардың өндіріс көлемі нарық қажетінен көп болса, қолданылатын маркетинг. Тұрақсыз сұраныс, сұранысты уақыт мерзімі бойынша зерттеу, икемді баға қолдану. Демаркетинг, қанағаттандыра алмайтын сұранысты төмендетуге бағытталған маркетинг. Артық сұраныс, бағаны көтеру, өнімді ынталандыру шаралары мен сервисті азайту, сұраныс көлемін төмендету. Қарсы әрекет жасайтын маркетинг тұтынушының және қоғамның жағдайын жақсарту мақсатымен зиянды тауарларға қарсы қолданылатын маркетинг. Иррационалды сұраныс, өлшемге келмейтін сұраныс, бағаны кенет көтеру, тауардың қолжетуіне шек қою, тауардың денсаулыққа зияндығы туралы тұтынушыларға ақпарат тарату. Ынталандырушы маркетинг, ынталы әдістер табу жолдарына әрекет жасайтын маркетинг. Сұраныс жоқ бағаны төмендету, жарнаманы күшейту, тауардың ұтымды жақтарын көрсету, өтімді ынталандыру шараларын қолдау. Демеуші маркетинг, сұранысты бір деңгейде сақтауға арналған маркетинг, сұраныс толық қанағаттанған тауардың сапасына және қызмет көрсету қасиеттеріне көбірек назар аудару. Сұранысқа байланысты маркетинг түрлері: конверсиялық маркетинг, креативтік маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг болып көрініп тұр нарада. Жағымсыз сұраныс, жасырын сұраныс, төмендейтін сұраныс, тұрақсыз сұраныс. Тауарды жақсарту, бағаны төмендету, рыноктың әлеуетті сыйымдылығын бағалау, жаңа айнымалы нарықты табу, сұранысты уақыт мерзімі бойынша реттеу. Инвестициялар маркетинг бұл маркетингтің жаңа бағыты. Оның негізгі сипаттамасы технология және өндірісті ұйымдастыру болып табылады. Интеллектуалды өнімдер нарығындағы маркетинг, тауар ретінде интеллектуалды өнім мен маркетинг әсерін жүргізу ерекше тәсілдерді қажет етеді. Алмастыру әрекеті қажетті жұмыстар орындауды талап етеді. Бірдеңені сатқысы келген адам алушыны іздеу, олардың мұқтаждығын анықтауы, қажетті тауарларды жобалау, оларды нарықта жеткізу, жинастыру, тасымалдауы, баға туралы келісуі, тағы басқа орындалуы керек. Маркетингті басқару бұл табыс табу, өткізудің көлемін өсіру, нарық бөлігін жоғарылату сияқты мекеменің алдына қойған мақсаттарына жету үшін мақсатты сатып алушылар мен пайдалы алмастыруларды белгілеу, нығайту және қолдану шараларын талдау, жоспарлау және оларды жүзеге асыруды бақылау. Маркетинг басқарушысы өзінің ең әйгілі бейнесіне фирманың осы мезеттегі өндірген өнімдерінің барлық көлемдерін өткізуге қанша клиенттер керек болатын болса, сонша табыс таба алатын маман ретінде көрсетіледі. Демек, бұл оның міндет шеңберін өте қысқа түрде көрсету болып саналады. Маркетинг басқарушысы тек қана сұранымды болдыру және кеңейтумен айналысумен қатар оны қысқарту, өзгерту, проблемаларымен де айналысады. Маркетингті басқарудың міндеті сұранымның деңгейіне, уақытына және сипаттамасына әсер ету арқылы мекеменің алдына қойған мақсатына жетуіне көмектесу. Жай айтқанда, маркетингті басқару бұл сұранымды басқару. Мекеме өз тауарының сұраным деңгейі туралы ұсыныс дайындайды. Әрбір бөлік алынған кезінде нақты сұранымның деңгейі тілекті деңгейден төмен, оған сәйкесіне одан жоғары болуы мүмкін. Осы жағдайлардың бәрімен де маркетингті басқару байланысты түрде болады. Маркетингтің негізгі қағидаттары сатып алушылардың қажеттерін, кәсіпорынның нақты мүмкіндіктерін
дәл білу негізінде өнім өндіру, сатып алушының қажеттерін неғұрлым толық қанағаттандыру, белгілі бір рыноктарда өнімдер мен қызметтерді жоспарлаған көлемде және мерзімінде тиімді түрде өткізу, кәсіпорынның өндірістік коммерциялық қызметінің ұзақ мерзімді нәтижелігін қамтамасыз ету, сатып алушылардың өзгеріп отыратын талаптарына белсенді түрде бейімделу мақсатымен өндірушінің іс қылығының стратегиясы мен тактикасының бірлігі. Маркетингтің мақсаттары, принциптері, қызметтері және түрлері мен салалары арқылы басқаруды дұрыс қалыптастыру қажет. Ол үшін ең бірінші маркетингтік жағдайларды таңдап, белгіленген жоспарларды іске асыртып, әрбір бақылау функцияларының орындалуы қажет. Сонымен қатар, басқаруды дұрыс қалыптастыру үшін өткізу қызметінің басшылары және жай қызметкерлері, жарнама қызметінің басқарушылары, өткізуді ынталандыру мамандары, маркетингті зерттеушілер, тауарды басқарушылар және баға белгілеу проблемасының мамандары қажет. Балалар, үйге тапсырма. Маркетинг кітабы Фридрих Котлер, яғни маркетингтің функциялары тақырыбын мазмұндап келу, осы өткен тақырыпқа байланысты Вен диаграммасын жасау.